Naruto фанаттар қуаныңыздар, өйткені сіздерге арнап Realme компаниясы Naruto анимесімен коллаборация жасап смартфон шығарған болады. Смартфонның аты Realme GT 3 Naruto Edition. Смартфонның комплектациясы. Смартфон сізге жырайны свитері тәріздес қорапта келеді. Оның үшін аштағын сыноқы эмблемасы ұқсайтын символына арналған ине бар. Силиконды чехол, смартфон және де жылдам қуаттағыш. Смартфонның дизайнына келетін болсақ, Naruto Shippuden сезонындағы комбинезонын түсін алды. Ал камера блогы Narutoның банденасы тәріздес темірден жасалған. Дисплейіне келетін болса 6,7 дюймдік AMOLED экран 120 Гц жаңарту жиілігі бар. Және бұл дисплейді 1000 ниттік жарыққа жетеді. Соның арқасында дисплей Naruto сияқты жарқырап тұрады. Смартфонның жадына келетін болсақ 12 ГБ жедел жады және 256 ГБ негізгі жады болып сіздерге келеді. Бұл смартфонның бақылауына келетін болсақ 50 мегапиксельдік негізгі камера, 8 мегапиксель ультра кең камера және де 2 мегапиксельдік макро камера. Ал Sharingan'da 16 мегапиксель. Ал бұл смартфон ішінде қандай бюджет бар дейтін болсаңыз, MediaTek Dimensity 8105G процессор бар. Antutu'da 800-нан аса балл жинайды. Соның арқасында сіздер S рангтағы ойындарды ойнай аласыздар. Бұның ішіне қанша чакра дейтін болсаңыз, 4500 мАч-на арналған батарея, оны тез қуаттайтын 150 ваттық қуаттағыш. Сіздің смартфонның 0-ден 100%-ға 20-25 минуттық чакранызды толтырып береді. Сосын сіздер жаңа шайқасқа дайын боласыздар. Смартфонның бағасы AliExpress'те осындай болып келеді. Және де егер де алатын болсаңыздар, асығыздар, өйткені бұл смартфон 5 ғана дана жасалған болады. Ал сіздермен болған пайданы және де сіздерге Naruto немесе тағы да басқа анималар ұнаса, лайк басыңыз және де осы видеоны аниме жақсы көретін достарыңызға жіберіңіздер. Олар да білсін. Анимашниктар, біз біргеміз. Дәтті байо. Сіздермен болған пайданы және менің есімім Төре. Сау болыңыздар.